достар, бүгін сіздермен бірге 100 жаса каналы күнделікті қолданып отырған қара судың адам ағзасына қаншалықты әсер ететінін айтып өтпекші. Менімен бірге соңына дейін бірге болыңыздар, және де каналыма тіркеліп лайк басып кетулеріңізді өтінемін. Негізі, кез келген нәрсені мөлшерден тыс қабылдаған жағдайда адам ағзасына кері әсер тиеді. Күнделікті қолданып отырған қара судыны мөлшерден асыра қолдансаңыз, адам ағзасына кері әсер береді. Осы ақпаратымды Америкада болған қайғылы жағдайдан бастағым келеді. Адам ағзасының судан уланатынын 2007 жылы ғалымдар анықтаған. Америка азаматы Дженнифер Стрендж су ішу байқауына қатысып, 3 сағаттың ішінде 6 литр су ішкен екен. Әрине, ағзаға бұл оңай тиген жоқ. Байқау біте салысымен жүрегі айнып құсып, үйіне жеткен кезде басы айналып құлап көз жұмады. Міне содан бері ғалымдар адамның судан уланатынын біліп, түрлі зерттеулер жасаған. Судан зардап шегетіндердің көбі бұл спортшылар екен. Олар жаттығу жасап, қатты шөлдегеннен көп су ішіп қояды. Ал тез ішкен су қанды сұйылтып жібереді де жүрекке қысым түсіреді. 2005 жылы жасалынған зерттеуде марафонға қатысқан 6 адамның біреуінде гипонатремия пайда болған. Бұл дегеніміз қанның сұйылуы. Адам көп су ішкен кезде ол сұйықтықты бүйрек сіңіріп үлгермейді де, өңделмеген бөлігі жасушаға сіңіп, оны сіңдіріп жібереді. Адам жасушасы өте иілгіш, жұмсақ келеді. Әсіресе бұлшық ет пен май жасушалары. Бірақ мидағы нейрон жасушасы ісінгенде адам оны көтере алмайды. Бас қаңқасы өте берік болғанмен оның ішіндегі ми арқа сұйықтық пен қан тамырлардан ғана тұрады. Қанға сұйықтық толып кеткен кезде бас қаңқасына ол симай кетеді. Судан улану дегеніміз осы. Өлім содан пайда болады. Яғни гипергидратация, мидың ісінуінен болатын жағдай деп түсіндіреді Дюка университетінің медициналық орталық нейробиологы Вольфганг Литке. Адамның судан уланған кездегі алғашқы белгілері, яғни басы айналып, жүрегі айнып құсады, қан қысымы көтеріліп, көзі қарауытса, тынысы тарылып, санасы сандырақтай бастаса, мұның бәрі судан уланудың белгілері деп айтсақ та болады. Негізінде физиологияға сүйенсек, адамның бүйрегі күніне 20-28 литр суды қорытып шыға алады. Бірақ 1 сағатта 1 литрге ғана шамасы жетеді. Сондықтан 1 сағатта осы мөлшерден аспағаны абзал. Сондықтан достар, мөлшерден тыс қабылдамаңыздар. Су бұл жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Суды дұрыс ішудің де бірнеше ережесі бар. Сол бойынша ішетін болсаңыз, судың ағзаға тек пайдасы тиеді. Адам күніне орташа есеппен 2-3 литр су ішеді. Оның 20%-ын ішіп жатқан тамағынан алынады. Адам ағзасына су жетіспесе де, адам сусызданып та қайтыс болады. Аш қарынға су ішудің 9 түрлі пайдасы. Ең біріншісі бұл адам ағзасын тазартады. Адам өзі ұйықтаса да түнге қарай адам ағзасынан токсиндер, шлактар бөлінеді. Осы кезде таңертеңгісін ішкен су токсиндердің адам ағзасынан тез сыртқа шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар су ішсе бұлшық еттер жасушалары мен эритроциттердің өңделуіне де ықпал етеді. Екінші, көңіл күй жақсарады. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшінші, жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесіндегі ең көп тараған ауру бұл инфаркт пен инсульт. Аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Төртінші, асқазан ішек жолы ауруларының алдын алады. Асқазандағы қыжылды басады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Бесінші, зат алмасуды жылдамдатады. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасудағы 30%-қа арттырады. Алтыншы, тері жағдайын жақсартады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінген қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән берген дұрыс.
Терінің құрғақ болу салдарынан әжім де ерте түседі. Демек, таңертең су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ерте қартаюдың алдында аласыз. 7. Шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспеген жағдайда шаш та дұрыс өспейді. 8. Бұл бүйрек ауруларының алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. 9. Иммунитетті нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Судың ағзаңызға жақсы әсер еткенін қаласаңыз, қайнамаған ыстық су ішкеніңіз дұрыс. Қайнаған су өзінің құрамындағы керекті заттарды жояды деген мағлұматтар да бар. Сонымен қатар суға лимон немесе бал қосып ішуге де болады. Бұл да ағзаға өте пайдалы. Бірақ ескертіп кететін жағдай, асқазан қышқылы жоғары, гастриті бар, асқазан ойық жарасы бар кісілерге лимон қосылған суды ішуге болмайды. Олар бал қосып ішсе болады. Және де салмақ тастағысы келетін кісілер таңертеңгісін ыстық су ішетін болсаңыздар, жақсы результат беретін болады. Ал достар, менімен бірге соңынан дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.